Орыс тілінде 100-ден миллионға дейінгі сандарды дұрыс айтып және жазып үйренейік. 1 мен 10 аралығындағы сандардың ішінде 5 пен 10 аралығындағы сандардың соңында жіңішке белгісі бар. Ал қалған сандарда жіңішке белгісі жоқ. 11 мен 19 аралығындағы сандарға 15 деген жалғау жалғаймыз. Мысалы, 11, 15, 18. 20 мен 30 сандарға цат деген жалғау жалғанады. Мысалы, 20, 30. 40 санын 40 деп айтамыз. 50 мен 80 аралығындағы сандарға 10 деген жалғау жалғаймыз. 50, 60, 70, 80, 90, 90, 100, 100. Осылайша біз алдыңғы видеодағы сабақты қайталап өттік. Енді осы сабақта 100-ден миллионға дейінгі сандарды санауды үйренейік. 100, 100, 200, 200. Мысалы, 100, 5, 105, 150, 150, 130, 130, 190, 190, 213, 213, 256, 256, 209, 209, 240, 240. 300 бен 400 сандарына 100 деген жалғау жалғаймыз. 300, 300, 400, 400. Мысалы, 310, 310, 350, 350, 380, 380, 405, 405, 440, 440, 415, 415. 500 бен 900 аралығындағы сандарға 100 деген жалғау жалғаймыз. 500, 600, 700, 800, 900. Енді мысал келтірейік. 557, 557, 618, 618, 703, 703, 802, 802, 928, 928. Тағы да бір рет қайталап өтейік. 100, 100, 200, 200, 300, 400 сандарына 100 деген жалғау жалғаймыз. Сонда 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 сандарына 100 деген жалғау жалғаймыз. 500, 600, 700, 800, 900. Енді 1000 санына келдік. 1000, 1000. Байқасаңыздар, оң жағымызда кішігірім шпаргалка жасап қойдым. 1020 немесе 1020, 1020 немесе 1020. 1100, 1100 деген бізде бұл 100. 1100, 100. 1680. Бірінші 1600 деген саннан бастайық. Ең бірінші 1000, 1000, 1600. Бұл бізде 1680. 1680. 1000 бұл бізде 1000. 600 бұл бізде 500 бен 900 сан аралығында болғандықтан бұл сөзге 100 деген жалғау жалғаймыз. 1600 бұл 500 бен 900 сан аралығында болғандықтан 100 деген жалғау жалғаймыз. Сонда 600. Енді 80 саны қалды. Бұл бізде 80. Енді біріктірейік. 1680. 1680. Келесі 1700. 1700. Бұл бізде 500 бен 900 сан аралығында болғандықтан 100 жалғауы жалғанады. 700. Енді біріктірейік. 1700. 1700. Келесі. Енді 2000 мен 4000 аралығындағы сандарға 1000 деген жалғау жалғаймыз. 2000, 3000, 4000. Мысал келтірейік.
2500. 500 бұл 500 бен 900 сан аралығында болғандықтан сот жалғауын жалғаймыз. 2500 2500. 3720. 3700 деген ол бізде 500 бен 900 сан аралығында болғандықтан сот жалғауын жалғаймыз. 700. Енді 20 деген сан қалды. 20. Енді біріктірейік. 3720. 3720 деген сөз. 4810. 4800 деген сан. 800 бұл сот жалғауын алады. Сонда 810. Енді біріктірейік. 4810. Келесі бізде 5000 мен 10000 аралығындағы сандарға 1000 деген жалғау жалғаймыз. 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. Мысал келтірейік. 5600. 5600 бұл сот деген жалғауды алады. 600. 6000, 6000, 20, 20. Келесі 7109. 7000, 7000, 100, 100 деген жалғауды алады. 100 дегенді алады. 100, 9, 9. Енді біріктірейік. 7109. 7109. Келесі 8450. 8000 дегенді бірінші талдайық. 8400. 400 бұл бізде 100 деген жалғауды алады. Сондықтан да 400 болады. 400. Енді 7 саны қалды. 50. Енді біріктірейік. 8450. 8450. Келесі мысал 9200. Ең бірінші 9000 дегенді жазайық. Бұл 9000. Енді 200 дегенді қалай айтамыз? 200. Енді біріктірейік. 9200. 9200. 10640. 10000. 10600. Бұл бізде сот жалғауын алады. 600. Енді 40 деген сан қалды. 40. Енді біріктірейік. 10640. 10640. Қайталап шығайық. 1000, 1000, 2000 мен 4000 аралығындағы сандарға 1000, ал 5000 мен 10000 аралығындағы сандарға 1000 деген жалғау жалғаймыз. Енді 20000 мен 30000-ға тоқталайық. Бұл сан есімдерге 1000 деген жалғау жалғаймыз. Алдыңғы сабақта біз 20-30 сандарына сат деген жалғауды жалғайтынымызды білеміз, е? Сол сияқты осы алдындағы сабақты осы сабақпен бірге байланыстырамыз. Мысалы, 25000. 25 деген бірінші жазамыз. 25 мың. 1000. 25 тысяч. 25000. 30600. 30000 дегенді бірінші талдайық. 30 тысяч. Енді 600 деген сан қалды. 600 бұл бізде сот деген жалғауды алады. 6 сот. Келесі мысал. 27820. Ең бірінші 27000 деген санды аламыз. 27 тысяч. Енді қалған сан бізде 820. 800 бұл бізде сот деген жалғауды алады. Өйткені ол 500 бен 900 сан аралығында болып тұр. 800. Қалған бізде 20. Бұл 20. Енді біріктірейік. 27820. 27820. Келесі 32800. Бірінші 32000 дегенді айтайық. 32 тысячи. Неге 2 деп ойласаңыз, бізде шпаргалкаға қарайық, е? 2000 мен 4000 аралығындағы сандарға 1000 деген жалғау жалғайтынымыз білеміз. Сондықтан да біз мысалы қазақ тілінде 32 мың дейміз, е? 32 мың. Сол жерде
32 тысячи болады. Өйткені міне шпаргалка бойынша бізде тысячи болады. 2000 мен 4000 аралығындағы сандар болатын болса. Енді қалған сан 800. 800 бұл бізде сот жалғауын алады. Сондықтан да 800. Енді біріктірейік. 32800 деген санды. 32 тысячи 800. Келесі 40 мың санына тоқталайық. Бұл сан есімге де тысяч деген жалғау жалғанады. Алдыңғы сабақта біз 40 санын 40 деп айтатынымыз білеміз, е? Алдындағы және осы сабақты бір-бірімен байланыстырайық. Сонда 40 мың бұл 40 тысяч болады. Мысалы, 40 мың 500. 40 мыңнан бастаймыз бірінші. 40 тысяч. 500 бұл 500 бен 900 сан аралығында болғандықтан сот деген жалғауды алады. Сонда 500. 40 тысяч 500. Келесі мысал 42 мың 700. Ең бірінші 42 мыңнан бастаймыз, е? 42. 42 2000 бұл бізде 2000 мен 4000 аралығында болғандықтан тысячи сөзін алады. Сонда 42 тысячи. Тысяч емес, тысячи алады. Тысячи алады. Өйткені бұл 2000, 3000, 4000 деген сандарды алдында айтып кеткендей, тысячи деген сөзді жалғауын, яғни и дыбыс, и жалғауын алады. Енді бізде 700 деген сан қалды. Бұл сот деген жалғауды алады. Сонда 700. Енді біріктірейік. 42 тысячи 700. Енді 50 мың мен 80 мың аралығына сандарға тоқталайық. Алдыңғы сабақта біз 50-80 сандарына 10 деген жалғау жалғайтынымыз білеміз, е? Енді осы алдындағы сабақты және осы сабақпен байланыстырайық. 50-80 бұл 10, сонда 50 тысяч болады, е? 50 тысяч, 60 тысяч, 70 тысяч, 80 тысяч. Енді мысал келтірейік. 52 мың, 52 тысячи. 2000. Бұл 2000 мен 4000 аралығында жатқандықтан тысячи и деген жалғауды алады. Келесі мысал 66 мың. 66 бұл 66 мың деген сан қалды. Бұл бізде тысяч. 66 тысяч болады. Келесі мысал 73 мың 200. Бұл жерде байқасаңыз 3000. 3000 бұл бізде 2000 мен 4000 аралығындағы сан. Сондықтан да тысячи болады. Сонда 7 бұл 7, ал 73 бұл 73. Ал енді 73 мың дегенді қалай айтамыз? Жаңа айттық, тысячи дегенді алады. Сонда 73 тысячи. Енді 200 деген сан қалды. 200 бұл бізде 200. Сонда енді біріктірейік. 73 тысячи 200. 73 мың 200. Келесі мысал 89 мың 50. Ең бірінші 89 89 мың тысяч болады. Және 50 саны қалды. Бұл 50 болады. Енді 90 мың мен 100 мың аралығындағы сандарға тоқталайық. Бұл сандарға тысяч деген жалғаймыз. 90 тысяч, 100 мың, 100 тысяч болады. Мысал келтірейік. 97 мың, 97 тысяч. 95 мың, 200. 95 мың, 95 тысяч. Енді 200 деген сан қалды. Бұл 200. Келесі мысал 100 мың, 700. 100 мың бұл 100 тысяч. 700 бұл сот деген жалғауды алады. Сонда 700. 100 тысяч 700. 100 мың 700. Келесі мысал 126 мың 840. Ең бірінші 126 мыңнан бастайық. 126 тысяч. Енді 840. 800 қалай бізде? Бұл сот деген жалғауды алады. Сонда 800, 40 деген 40. Енді біріктірейік. 126 тысяч 840. Қайталап шығайық, е? Бұл кішкене күрделі сабақ.
20 мың мен 30 мың аралығындағы сандарға цать деген және тысяч деген жалғау жалғанады. Сонда 20 тысяч, 30 тысяч. 40 мың бұл бізде 40 тысяч. 50 мың мен 80 мың аралығындағы сандарға 10 деген жалғау жалғаймыз. Сонда 50 тысяч, 60 тысяч, 70 тысяч, 80 тысяч болады. Енді 90 мың. Бұл 90 тысяч. 100 мың, 100 тысяч. Енді ары қарай кеттік. Енді 200 мың мен 800 мың аралығындағы сандарға тоқталайық. Алдындағы сабақпен және осы сабақтың басындағы материалдарды бір-бірімен байланыстыру керек болады. Осы сабақтың басында біз 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000 деген сандарды қарастырған болатынбыз. Және осы сабақты енді осы сан есімдерімен бірге байланыстыру керек болады. Біздің оң жағымыздағы шпаргалка бізге көмек болып келеді. Енді бастайық. 200 мың. 200 бұл бізде 200. Сонда 200 тысяч. 300 мың бұл бізде 300. 300 бұл бізде 100 деген жалғауды алады. Сонда 3 бұл 3. Сонда 300 тысяч. 400 мың. 400. Бірінші 400 деген санды алайық. 400 бұл 100 деген жалғауды алады. Сонда 4 бұл 4. Ал 400 бұл 400. Ал 400 мың бұл 400 тысяч болады. Енді 500 мың санына тоқталайық. Бірінші 500 деген санды қарастырайық. 500 бұл 100 деген жалғауды алады. Сонда 5 бұл бізде 5. 500, 500. 500 мың, 500 тысяч болады. Енді 600 мың. 600 дегенді алайық. 600 бұл 100 деген жалғауды алады, өйткені ол 500 бен 900 сан аралығында орналасқан. Сонда 6, 6, 600, 600. 600 мың, 600 тысяч болады. Енді 700 мың деген санға тоқталайық. 700 бұл 100 деген жалғауды алады. Сонда 7, 7, 700, 700. Ал 700 мың, 700 тысяч болады. Енді 800 мың санына тоқталайық. 800 бұл бізде 100 деген жалғауды алады. Сонда 8, 8, 800, 800. Ал 800 мың, 800 тысяч болады. Енді тағы да бір рет қайталап шығайық. 100 мың 100 тысяч, 200 мың 200 тысяч, 300, 400, 100 деген жалғауды алады. Сонда 300 тысяч, 400 тысяч. Ал 500 бен 900 сан аралығындағы сандар 100 деген жалғауды алады. Сонда 500 тысяч, 600 тысяч, 700 тысяч, 800 тысяч, 900 тысяч болады. Келесі бұл бізде миллион саны. Миллион. Осылайша осы сабақта 100-ден миллионға дейінгі сандарды қарастырдық. Егер сабақ қиын болып келсе, бұл сабақты қайтадан көрсеңіз болады. Және де алдыңғы бірінші часть, яғни бірінші бөлімін тағы да бір рет қайталасаңыз болады. Практика жасаңыз, өйткені сабақ өте күрделі, бірақ түсінікті қылып түсіндіруге тырыстым. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.